Қайырлы күн достар, бүгін осындай үлпілдеп, жүп-жұмсақ, дәмді болып шығатын бөлектің рецебін ұсынатын боламын. Салмасын өз қалауларыңызға салуға болады. Мысалы сүзбе, мен сияқты қақталған жеміс, алма салуға болады. Салмасы ретінде айтып өттім, қайнатылған жемісті саламын деп. Бұл жеміс компот жасауға арналған. Мына жемістен лақтырмай салсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Блендерға салып езіп аламын. Міне салмам дайын болды. Ал енді қамыр дайындаймыз. Жылы сүтке ашытқы салып, 2 тал жұмыртқа жарып, ерітілген сары май 100 грамм, барлығын араластырып, рецептте көрсетілгендей 650 грамм ұнға 2 бөліп илеймін. Артық салмаңыздар, қатты болып қалады тесто. Міне осылай жабысып жатса сұйық маймен біріктіріңіздер. 1 сағатқа ашытып қойдым. Қамырым дайын болды. Неше бөлікке бөлдім. 90-100 грамм болды. Осылай жайып тестаны ортасына салмасын салып, бөлекті жасадым. 1 тал жұмыртқа жарып, үстіне жағасыздар. Духовкаға 180-200 градусқа қоясыздар. Не пісіріп аласыздар. Қып-қызыл болып бөлкелер пісіп шықты. Жұмсақ. Осы рецепт бойынша бірнеше бөлектер дайындауға болады. Универсальный рецепт. Үстіне қан ұнтағын сепсеңіздер де болады. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, осы рецептпен дайындауға кеңес беремін.